шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді. Топырақты төңкеріп тарлан жануар, қайыстырып келеді қара жеріңді. Ей, айқайла, пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Ей, айқайла, пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Шашасына шаң жұқпай шаршамай дара, дүбірінен дүрлікті ән сарайдала. Әмек етіп барады жалға жабысқан, өй, желмен бірге жарысып қаршадай бала. Ей, айқайла, пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Ей, айқайла, пайпайла. Ауданда атбегілер тұлпарларын жетектеп 3 ауданға бөлініп жатыр. Исатай ауданы әкімдігі және Исатай аудандық мәдениет және спорт дене шынықтыру бөлімінің ұйымдастыруымен, қолдауымен Атырау бәйге федерациясының ұйымдастыруымен өткелі жатырған бәйгеге қош келдіңіздер. Құрметті ағастар, құрметті шара қонақтары, баршаңызды ұлы жеңістің 80 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Сұрапыл соғысқа осы Исатай ауданынан шамамен 4000-ға жуық азамат сарбаздар соғысқа аттанған. Соның ішінде осы 1600 статистикалық деректерде 1621-дей осы елге оралмаған, яғни майданда шейіт болған, яғни кейбіреулері із-түзсіз жоғалған. Өкінішке орай арамызда күні бүгінге осы Атырау облысы бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлері қатарымызда жоқ. Сол жеңіс күнін бізге жақындатқан осы сол майдандағы сарбаздарға азық-түліктер, киім-кешектер, соғыс техникаларын мен қамтамасыз еткен тыл ардагерлеріне біздер құрмет көрсетуіміз керек. Бәйгелі болып топ жарсын. Құдай оңда, оңға баста, абырой бер, аман сақта, Аллаху акбар. Шу деген сөздің өзі көтеріп атқа күш береді дейді ағайын. Алдыменен өзіміздің жерлесіміз 11-ші нөмірдегі Исатай ауданы Хамитер Ғалиев ауылынан келген Мүтейіп Жанғалидың елігіндегі жұмыртияқ атты тұлпар жарыс жолына шықты. Шабандозы Дүйсенбай Тұрарбек, бапкері де Дүйсенбай Тұрарбек. Ал ендеше жерлесіміздің тұлпарына қолдау білдіріп отырайық, құрметті ағайын. Қолдау білдіріп отырамыз. 11-ші нөмірдегі жұмыртияқ деген атақты легенданың фаворита тұлпардың жүйріктің есімін арқалаған екен. Жұмыртияққа сәттілік, тұяғы қалмасын. 2-ші нөмірдегі Исатай ауданы Нарын ауылының тұлпары Экстра Плас компаниясының атынан қатысып отқан Сұр Жебе атты сәйгүлі. Бапкері Шабандозды Бекмұханов Аслан. 2-ші нөмірдегі Сұр Жебе Экстра Плас компаниясының атынан қатысып отыр. Нарын ауылынан шығып тұр ағайын. Ей, Сұр Жебе, сұр көшектей орғыш бер айналайын. Дегі Шабандозы Сұр Жебеден үлкен екен. Ал ендесіз 15-ші нөмірдегі Құрманғазы ауданы Ақкөл ауылы Қиғаштың жағасын Қапқаспидің сағасына келіп тұрған Ботагөз атты тұлпар. Аттың иесі Бошманов Болатбек, Шабандозы Муслим Ералы, бапкері Елтай Еркебұлан. Бұл кешегі өткен, күні кешегі 7 мамырда өткен Махамбет ауданы Таңдайда бас жүлдені тақымдаған 15-ші нөмірдегі Ботагөз атты тұлпарға қол соғып жіберейік. Ей! Көздеймесін, фа жаман жирен. Кешегі Таңдайда Аймандай жарқырап бірінші келді ағайын. Және келесі жарыс жолына шығатын
Шулой ауданынан алыстан атартып келіп тұрған, Шулой ауданынан келіп тұрған 13-ші нөмірдегі Қасқалдақ атты тұлпар, Тәрші Басқаттың иелігіндегі Сапи Санжар шабандозы, бапкері де Сапи Санжар. Ай, қолдау білдіріп отырайық, құрметті ағайын. Бұл түнде қасапшының үйіне қонып шыққан тұлпар. Ал Исатай ауданының тұлпары, 16-ші нөмірдегі Қазын атты тұлпар, Зейнолла Мәліктің иелігіндегі шабандозы Мейрамбек Ерасыл, бапкері Зейнолла Ерасыл. Қолдау білдіріп отырамыз. Қолдау білдіріп отырайық. 16-ші нөмірдегі тұлпарға қолдау білдірейік, Исатай ауданы, Нарын ауылынан. Ал ағайын, кетті ғана қиқудаймыз ағайын. Ал 5 тай кетті. Алғашқы рет тұсауы кесіліп отқан тайлар бар бұның ішінде. Сондықтан бәйгелі болсын ағайындар аттарыңыз. Ат спортының ережесі бойынша бір-бірінің атын қамшылауға болмайды. Шабандоздарға айтып түсіндірді. Ай, бәрекелді, 2 айналым, 6 шақырым. Ештеңе етпейді, мүмкіндік бар. Бүгінгі бәйгенің бас сөйлеушісі Өмірбек. Айтшы бері қойшы деп айтып отыр. Бәйгесінің ережесі бойынша төреші шап деп белгі бермей, шаппайтыны белгілі. Бірінің бірін атын қамшыласа, бірін балағаттаса, ойыннан жарыстан шығарылатын болады ағайын. Жүлде берілмейді. Ал шабандоссыз келген, бұл ережесі өзінің айналманы кесіп өтсе, көлденеңнен кесіп өткен атқа жүлде берілмейді. Ал тағы да ардақты ағайын, ауылдастар және қонақтар, бүгінгі ұлы жеңістің 80 жылдық мерекесі құтты болсын ағайын! Енді бүгінде аудан әкімі Мусин Нұрын Екежанұлының қолды қаржылай қолдауымен аудандық спорт және мәдениет бөлімінің аудандық бәйге федерациясының ұйымдастыруымен өтіп жатқан аудандымыздағы үлкен шара ағайын. Бәйге болғайдынан кейін жүлдесіз болмайтын анық. Бәйге бірінші орын 300 мың теңге, екінші орынға 200 мың теңге, үшінші орынға 100 мың теңге ақша. Бұл ақшаны кім береді ағайын? Бір қошеметтеп қойық, аудан әкіміне мында бір рахмет келіп жатырмыз. Осындай қаржылай қолдау білдіріп, ауылына көңіл сыйлаған, көңілді тамаша кеш сыйлаған үшін тағы да баршаңызға қадірлі ағайын, 80 жылдық мерейтойымыз құтты болсын. Бәрекелді. Құнан бәйгесі бас жүлдеге 500 мың теңге, екінші орынға 400 мың теңге, үшінші орынға 300 мың теңге. Бұл ақшаны кім береді ағайын? Ал қиқулап отырайық, аттың алдына қарай шықпайық ағайын. 4 тай тамаша келе жатыр, бір-бірімен үзеңгі қағысып келе жатыр. Қазір мұнау бірінші, мұнау екінші деп айтуға келмейтіндей. Ал айқай бар ма қадірлі ағайын? 11-ші нөмірдегі Мүтейіп Жанғалидің Хамитерғали ауылының тайы алда келе жатыр. 16-ші, 13-ші, 15-ші нөмірлер алда келе жатыр. Тәрші Басқаттың Қасқалдағы келе жатыр.
Zeynolla Мәліктің қазынасы келе жатыр. Жұмыртия қалда келе жатыр. Міне, екінші нөмірдегі сұр жебеде кеп қалады, Құдай қаласа. Ағайын, бәрекелді, міне, атты қосу керек ағайын. Бір ат алды бол, бір ат арты болады, құрметті әлеумет. Жебе көріне ме ағайын? Сұр жебе келе жатыр ағайын. Мүмкін осы таяқ көту мүмкін бас жүлдені. Сіздерді қошеметтеріңіз керек. Мұна әнеміне деген келіп қалады. Әй бәрекелді, сұр жебе, шап. Ай, сұр жебеден басқа ат жоқ қой, қолдап қояйық, құрметті ағайын. Қиынламаймыз ба сұр жебеге? Әй бәрекелді, сұр жебе. Міне, әй шап, сұр жебе айналайын. Экстра пласт компаниясының астынан шығып тұр. Компанияның аттан шыққасын, сондай болады өзі. Қолда көрсетек, бәрекелді. Ей, шап, шап. Ай, маладес. Үстіндегі бауыр маладес. Атпен тілдесетін бала. Ай, қолда көрсетіп қой, құрметті ағайын. Білмейміз ғой, бапшабама, бақшабама. Сұр жебе қазір аламанның алды болып келе жатса, ол Құдайдың құдірет емес. Бәйге деген сол ғой. Өмірдің аламанында біреу алды болады, біреу арты болады, біреу ортасы болады. Алды болма сөз тиет, арты болма көз тиет дейді ағайын. Міне осылай да шапқан дұрыс қой әлеумет. Себебі нарын топырағына келіп тұрып. Бәрекелді. Қолдау көрсетіп отырамыз. Міне аламанның алды болған, топ жарған тайдарға қолдау көрсетейік. Ұлы жеңістің 80 жылдығына орай ұйымдастырылған ат бәйгесі Исатай ауданы әкімі Мусин Нұрым Бекежанұлының міне қаржылық қолдауыменен болып жатырған, ауылға сыйлап жатырған, ауданға сыйлап жатырған тойы. Исатай аудандық Нарын бәйге федерациясының басшысы Өмірбек Әл-Ибн Сина бас төреші. Ал бәрекелді, кәне қолдау көрсетіп отырамыз. Ал міне бірінші бұл мәресіғын өткелі жатырған Жылой ауданы Қасқалдақ Дәрішім Асқаттың иелігіндегі Тоraтай, Торалаяқтай бірінші кел. Екінші нөмірде келе жатқан кеше таңдайдан бас жүлден алған 15-ші нөмірде Ботагөз кел. Үшінші Асқат, Дәрішім Асқаттың бірінші бәйгесі құтты болсын. Асқат қайда, Асеке? Бәйген құтты болсын, бәйген құтты болсын. Жылой қонақтарымыз бас бәйге алды. Әй, шығып кетіп жатыр ғой. Әй, шап. Кругқа кір, әй, кругқа кір. Кругқа кір. Ойбай-ай, ойбай-ай. Ойбай-ай, ойбай-ай. 16 кетті. Не болды 6-шы нөмірде қазына? 3-ші болып мәресіғын кесіп өтті. Жалпы 11 өтті, жалпы 11 енді. Әбден келгенде мәресіғын кругтан шығып кетіп жатыр. Міне, Саябек Шагеровтың аты бірінші келді. 4-ші келген. Жал мәдениет үйінің басшысы Саябек 4-ші келді. Исатай ауылының киіз үйінің алдына жазыла берсін. Тіркеліңіздер. Палуандар, жауырыны жерге тимегендер, жамбасы жер сүймеген палуандар, өзінің күшіне сенгендер.
Мында бірнеше киіз үй бар. Исатай ауданында 7 ауылдық округ бар. 7 ауылдық округінің әкімшілігі міне Ақшаңқай киіз үй тіккізді. Бұл енді Исатай ауданы әкімінің, яғни тапсырмасымен әдемі киіз үйлер тұр. Ақшаңқай киіз үйлер ендеше. Ал құландар қайда? Құландар. Жұмабеков Асхат Жұмабекұлы ұйымдастырып жатыр. Бар спорт клубына рахмет. Қошеметтеп қойыңдар. Жебедей ағып келе жатыр. Осының өзі бір қандай керемет ағайын, қандай көрініс. Мына төртеуін есептемегенде бірінші келе жатырмын деп ойлап отқан болар. Ал қошеметтегі ағайын, бәйге құтты болсын. Жарысқа қатысып, 2 айналып шыққанның өзі бәйге ағайын. Алдына салып айдап келді ағайын. Осының өзі үлкен жеңіс емес пе? Ал құландар дайын болса хабарлайық. Құландарды 9 шақырым, 3 айналым, 8 құлан. Бас бәйге 1-ші орын 500 мың теңге, 2-ші орынға 400 мың, 3-ші орынға 300 мың теңге ақшалай жүлде тігіліп отыр ағайындар. Ал енді алдын ала осы құландардың тісі қаралып, жасы анықталды. Ал енді қадірлі ағайындар, бапкерлер, адамға абырой керек. Былтырда қосып құланнан орын алып, биылда қосып орын алам демеңіздер, бір жасқа үлкейеді, дөнен болып есептеледі. Осындай жағдайлар болып жатыр. Айқай шу болмас үшін Секрет атты Сарбек Дәулет тайында 6 рет бас жүлде алған тұлпар екен мынау. Өзі бір қолбасындай болса да қорғасындай аламанда өмір бар екен айымдалай. 2-ші нөмірдегі Исатай ауданы Нарын ауылынан қатысып отырған Нәбидоллай Белжастың елігіндегі Белла тұлпар. Белла. Аты Белла. Нәбидоллай Белжас шабандозы бапкері Нұрғазы Нәбидоллай Белжас. 15-ші нөмірдегі Исатай ауданы Тұшшығыдық ауылынан қатысып отырған Тұрлан Әдейдің елігіндегі біздің үміт күтіп отырған трапеза. Исатайлықтар қолдау білдіріп отырыңдар. Тұшшығыдықтың атынан қатысып отыр ағайын. 22-ші нөмірдегі Исатай ауданы Хамитер Ғалиев ауылынан қатысып отырған Ғалимолла Аманбектің елігіндегі Айқай торы шабандозы Әлмұрат Әрсен, бапкері Ғалимолла Аманбек. Дұрыс па? Қолдау көрсетіп отырайық. Бапкері Әлмұрат Әрсен болу керек, шабандозы Ғалимолла Аманбек болу керек. Нөмірі 10-ші нөмірдегі Хамитер Ғалиев ауылынан қатысып отырған Мұханалиев Әлшердің елігіндегі Жұмбақ атты тұлпар. Секретте бар, бүгін жұмбақта бар. Жария дейтін құнан жоқ бүгін бірақ. Байғалиев Ислам шабандозы, бапкері Бауыржанов Нұрхат. Келесі жарыс жолына шығатын 13-ші нөмірдегі Құрманғазы ауданынан келген Ақмұрзин Жанболаттың елігіндегі оқ жетпес шабандозы Бәту Хамитер Ғалиев ауылының атақты шабандозы. Кешегі бәйгеде 20 жылдықтың 87-лердің 20 жылдығында 3 атқа шауып бәйге алып берген Бәту ғой мынау. 26-ші нөмірдегі Тұшшығыдық ауылынан Құзлүйден қатысып отыр ағайын. Әмірғалиев Бауыржанның елігіндегі Хан Тора.
10 nömірде оқ жетпес Құрманғазы ауданынан Ақборзин елігіндегі Шәкәрім атты шабандоз және бапкері Жанарыс. 26 нөмірдегі Тұшшығыдық ауылы Терғалиев ауылындағы бәйгеде бас жүлдені алған Қантора. Төрешіге бағынамыз Өмірбек. Көтер көктуда. Айналып алыңыздар. Мына жолдағылар шығыңдарш бұлай. Мына аттың иелері шығыңдарш. Ат үркітесіңдер. Жылқы деген мал төрт түліктің төресі ғой ағайын. Өте бір сезімтал мал ағайын. Сезімтал жануар. Ендеше жарыс жолына шыққан құнандар басталды ағайын. Бәйге басталды. Бәйге басталды. Құнандар құламай шабыңдар. Ей бәрекел, қамшы тиіп кетпес бір-біріңе. Шаптек. Біз қазақтың баласы. Ал айдала бұлау дайындап қойған. Қана жермен қана шабамыз. Не ішіне не сыртына шығып кетуге болмайды ағайындар. Ат шабандоздар. Тотадай болып таранып, саланып сұлу жарды өткен. Аманат сөзді арқалап, қатепті талайын арды өткен. Өшілі өмір болған соң, бәрінен ұшып жарылайсың. Абайын тыңдап ақын, бәрінен сосын ақырын. Қойдан ғана өзгірінуге азармыз. Көпізір екен өзіміз, ат төбелінен азармыз. Қамшыламай шымшылаусақ, сонда ғана Қадырлағайын, Исатай ауылының киіз үйінің тұсында тағы да болса аудан әкімінің қолдауымен, аудандық спорт бөлімінің ұйымдастыруымен ләңгіден, ер тасын көтеруден, арқан тартудан, қой көтеруден небір жарыстар өтіп жатыр. Соған атсалсақ, тіркелейік қазір. Исатай ауылының киіз үйінің қасында тіркеп жатыр. Сол жерден тіркеліңіздер. Жеңімпаздарға арнайы қаржылай қолдау бар ағайын. Қазір мына құнандар 3 айналып, 4 айналымға кеткен шамада топ бәйгенің рухлары жинала береміз. Топ бәйге жинай берейік пе? Ал келді ағайын, бірді бітіріп екіге шығады құнандар ағайын. Ал қиқылап қошемет деп отырайық кәне. Ал қошеметтегі ағайын, қадимені тамаш емес пе? Нөмірі 2. Оқ бойы озып келе жатыр, алдына салмай жермен жарысып келе жатыр ағайын. Так, нөмір 2. Исатай ауданының Арнауылынан келіп отырған. Бірді бітіріп 2-ге кетті. Ай, тамаша, мүмкіндік бар, әлі мүмкіндік бар. Үміттеріңді үзбеңдер жігіттер. Міне Құданның соңғысы келе жатыр. Бірді бітіріп 2-ге кетесің балам. Мүмкіндік бар, әлі 2 айналымың бар. Мүмкін озып кетуің де мүмкін. Үміт үзбе. Атты үйрете бер, айналып шық. Нөмірі 10-шы жұмбақ атты Хамит Ерғалиев ауылынан қатысып отқан. 3-ші айналымда қосылып кететін мүмкіндіктер болады. Соны төрешілердің бәрі қазір анықтап отыр. Мына дронмен түсіріп отырмыз барлығын.
Ал құнан жарысы 9 шақырым 3 айналым. 2-ге кетті қадірлі ағайын, бұйыртса соңғы айналым 3-ге кететін болады. 9 құнанға түсті. 10 құнан қатысып отыр, 10 құнан. Ал ағайын, міне құнандар келе жатыр. 2 аяқтап 3-ге келеді ағайын. Құнандар келе жатыр, құнандар келе жатыр. Үстінде мінген ұландар келе жатыр ағайын. Еліміздің болашағы қырандар келе жатыр. Әзірге 5 құнан. Қайсының мәресіздің кезетіне, бірінші кезетіне белгісіз шарауы түскен бабы мен бағы сәйкес болған құнанымыз ұлғат деп есептен. Ал қошеметтегі ағайын 15-2. Ал соңғы айналып өттіңдер жігіттер. 15-2, 13. 15-2 үзеңгі қағысып өтті, үзеңгі қағыстырып өтті ағайын. 3-ші орынға 13. Тамаша көңілмен кеттік, жақсы кеттік. 11 жақсы кеттік бара жатсын. Соңғы айналымға кеттіңдер, соңғы айналымға. Тіфа деп қояқ ағайын, тіфа деп қояқшы. Ал енді 2 ат тағы да үзеңгілесіп келе жатыр, 2 құнан. Бейнетаспаға мына мәренің тұсынан түсіріп қалақшы, бейнетаспаға. Қай аттың ойыны бұрын шығады? Басы қай аттың басы бұрын шығады, сол жеңіске ие болады. Жалпы аламан бәйгеге үйрете бер, айналып шық, айналайын, айналып шық. Ал келіп қалды ағайын. Трапезама алдымен келе жатқан. Тіфа деп қояқ, қошемет деп отырайық. Нөмірі 15, шығыда. 13. Екінші 2. Белла. Нарын ауылынан қатысып отқан. Қазақ қонақшылға алып қой, бұлар қонақтарымызға бердік жүлдені. Бірінші орынға 13 Құрманғазы. Ақмұрзин Жанболаттың аты. Құрманғазыдан. Екінші орын Исатай аудан Нарын ауылынан. Үшінші орны қонақтарға тағы да Құрманғазы Нұржау ауылынан келіп отқан ат бегілеріміз, шабандоздарымыз алды жүлдені. Ал осы тұшығылдықтан келге қосылған өзіміздің атымыз 26 нөмірлі әзірге 4-ші орында келіп жатыр. Оның өзі үлкен жүлде ағайын. Оның өзі біз үшін үлкен қуаныш, біз үшін үлкен той. Шау шыққанның өзі жеңіс нөмірі. Рахмет жігітім, көп рахмет. 3 айналым қойы. Мәрегелік десең де жүлдеге 11-ші нөмірлі 3 айналым шықтың. Соның өзі үлкен жеңіс. 14. Индер ауданынан келіп отқан. Индер ауданынан келіп отқан. Көктоғай ауылынан келіп отқан. Желғанат 14 шығара берші, 14-ті бер қарай. Атесі Салиев. Шабандозы Пайғали Ислам. Бапкері Сайлау Батырбек. Нөмірі 14 бір қошеметтеп қойшы. Индерден келіп атқан. Өздерінің ауданында атбайге болып жатса да, сол ауданға қоспай осында әкеліп отырған қонақтарымызға бір қошемет болсын ағайын.
Келесі 10. Таңдай ауылынан келіп, Махамбеттен келіп отыр. Күні кеше ғана ат жарысы ұйымдастырған Махамбет ауданынан Таңдай ауылынан келіп отыр. Оқ жетпес. Қуатып Жанболаттың аты. Шабандозы Тәжі Шәкерім бапкері Намазов Нұрлыбек деп жатырмыз нөмірі. Ал тамаша, келесі нөмірі 20. Секрет. Құрманғазы ауданынан келіп отқан қонақтарымыз. Ат иесі Аманжол Айбек, бапкері Нұрғазы Қайрат. 20. Ал келесі 23. Еркін қаладан келіп отқан Қол жеткен есімді лақабаты Қазиқан Әсет, ат иесі Шабандозы Санжар Сағынтай дейміз. Ал бір қошемет дейікші. 23. Бапкері Дамир деп жатырмыз. Мақат ауданынан 2-ші орын алған екен. 20 па? Осы ауылдың аты, Шұғылықты ауданы ауылымыздың аты ағайын. Нөмір 9. Сәттілік қояқ, сәттілік деп қояқ ағайын. Нұрлыбек Қойшиев, Нұрлыбектің Шабандозы Ишанғали Айжарық, бапкері Ишанғали Сұлтанбек деп жатыр. Ауылдастар, сіздердің бір қошеметте келіп 27. Аяған қасқа Хамид Ерғалиев бауылдан келіп отыр. Ұқырып Нұрбол атысы Әбілулла Береке Шабандозы. Ұқырып Нұрболдың баптаған аты. Келесі 21. Торка дейді, Торка есімді. 21. Жанғали Азамат Шабандозы. Тұрарбек Дүйсенбек бапкері. Келесі Найғай Құрманғазы ауданынан келіп отыр. Нөмірі 5-ші атағай. Нөмірі 5-ші Құрманғазы ауданынан келіп отырған Сұлтанов Қуандық қанды. Бейбарыс Шабандозы. Ал бір қошемет басын. Мәреге 500 метр қалғанда егер ат құлап қалып Шабандозы жүгенді алып өтетін болса, жүлделі болып есептеледі. Жүлдеге ілігетін есептеледі ат спортының ережесі бойынша. Ал бастаймыз ба? 5 айналым 15 шақырым. Ал басталды ағайын, кетті аттар міне. Ей, тамаша, бір қошемет жетпейді ғой ағайын, неге қол соқпаймыз? Делебесі озмайтын қазақтар ма бұндайды? Ал, топ бәйгеге 8 ат кетті. 15 шақырым, 5 айналым. Шабандоздарда бапкерлерді біліп отырсын. Бірінші орынға 1 миллион теңге ақша. Екінші орынға 800 мың теңге. Үшінші орынға 500 мың теңге. Бүгінгі шараны ұйымдастырып, қаржылай қолдау білдіріп отырған аудан әкіміне барша бүгінгі жарысқа қатысушы бапкерлердің атынан, шабандоздардың атынан, бүгінгі тойға келген ұлы халықтың атынан мың алғыс білдіреміз ағайындар. Жеңістің 80 жылдық мерейтойы құтты болсын дейміз ағайын. Әлі міне дегенше топ бәйгеде бірде аяқтап, 2-ге жақындап қалды ағайын. 5 айналым аттың күшін артына салып, артына сақтап, соңғы 4-ші, 5-ші группте ғана тізгінді жіберетін, тізгінді босататын шабандоздар бар.
қошемет деп қояйық. Ой, тамаша, бәрекет, тфа деп қояйық, нөмір 10. Махамбет Тандайдан Жанболаттың аты. Ай, бір қошемет, келес 23. 5-20. Тфа. 23-5-20. Тізгінді тартып келе жатыр. Жаңада айтты қойма, аттың сыры үстіндегі шабандозға 14. Ай, тізгінді тартып. Бірді аяқтап 2-ге кеттің, бірді аяқтап 2-ге. Ал 21-дің шабысы біліп. Тфа. Мынау халықтың алдында келгеннен шабысты айтшы. Тфа деп қояйық ағайын. 21. 27. Хамит Ерғалиев ауылынан келіп отыр. Нөмір 9. Ол ауылымыздың аты екен ғой. Бәсе ергелекпен. Топ бәйгеге 8 ат қосылды. Әзірге тфа шүкір 8-де кругтың ішінде. Ал ағайын, міне келді аттың қарасы көрінді ағайын. Ал кетті, қиқы бар ма? Тамаша. Тфа. Әзірге 10, 23, 20. Қасиетті домбыраны қолға алмай Тек 10. Махамбет ауданы Таңдай ауылынан келіп отқан. Оқ жетпес Жанболаттың аты. 23 қаладан келіп отқан. Хазиқанның аты. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақ. 4-ке 5 кетіп бара жатыр. Тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. 4 келе жатыр, 5-ке келе жатыр осы. Ал 14. Жет адамды шаттай алмай еререм. 3-ке кеттің. Маған да нетерем, қонақ жайлық шай. Ал 2-де аяқтап 3-ке кетті қадірлі ағайын. Құртмайсыз қазақтың бақыт. Алланың берген сыйы болар. Тамаша жен қағу күн жақсы болып тұр ағайын. Мен қазақпын, түрім қатын, жыр қазақ. Сүйеу болсын, түрі болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Сүйеу болсын, түреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Ай, тамаша, 3-ке кеттіңдер, ай жігітті. Тфа. Ай, әзірге тфа 29. Әзірге жаман емес, шабыс жаман емес. 3-ке кеттіңдер, 2 айналым қалды. Шырқайтын ән қазақ, қазақтың бақыты мен бағына, жанымен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Айлағы жайлауында бостандығы қолында, айбала барғанда қазағымсың елім, қиқулайтын сәт келді, сәт туды. 3-ті аяқтап 4-ке кетеді. Тоқтайге 3-ті, міне. Мына соңғы. 3 ат. Соңғаттар. Бір-бірімен үзеңгі қағысып. Бірінші орын менікі, екінші орын, үшінші орын менікі деп ақылдасып келе жатқандай келе жатыр. Ой, 4-ке кеттіңдер, жігіттер. 8 ат қосылды. 3 ат кетті, мәреден 3 ат өтті. Тфа, нөмірі 5-ші. Жақсы келе жатсың бала.
Балам 4-ке кеттің әлі. Ай, бәрекелді. Үшті аяқтап 4-ке кеттіңдер жігіттер. Әзірге аттарың жаман емес, әзірге жаман емес. Тва. Көрушілер, бұлау аяқтап 4-ке кететіндер ма? Мамақа, берғалай келе қош. Қайсы? Соңғы айналымға кетті, соңғы айналымға 20. 27 бұл шықты деме. 27 автомат түрде шығып кетесің, жарыстан шығарыласың. Өйткені алдыңға сенен озып кетті, рахмет. Ат жарыстың ережесі бойынша алдыңға озып кетсе, кейінгі жарыстан шығарылатын болады. Көрушілер қарап отырмыз ба? Дұрыстап ау. Алдыңғы соңғы айналымға кеттің, соңғы айналымға. Нөмірі 23. Ағайын енді әтфа деп түкіріп отырайық. 13 нөмірлі атымыз құлап қалып отыр. Тілі бардың, тілінен, көзі бардың, көзінен сақта деп деген айтпаған ағайын. Сондықтан 13 нөмірлі қолау өттен келген атымыз. Оқ бойы оза шауып келе жатыр еді алдыңғы қатарда. Жарыстан шығып қалды. Соңғы айналымға кеттің бі? Соңғы айналымға. Ал мүмкіндік бар, соңғы айналымға кеттің, соңғы айналым. Bir kurun kim bunun he? Bu altında bir kuruklar kim koymalardım? Bunlardan bir kuruk kim koyalım? Solay mısın? Görüşler solay koya bir kuruk kim koy? Ha son kaydalım mı ettiler? Son kaydalım mı? Ha son kaydalım mı ettiler? Birinci orun 20 birinci orun. Құрманғазы ауданынан келіп отқан қонақтарымыз секретат лақабатымен қатысқан Аманжол Айбектің аты Шабандозына бір қошемет тек қояқ, Шабандозға бір қошемет білдірек. Дінмұхаммед Батырбек атты азамат жігіт топ бәйгеден бірінші орын алды, бірінші орын. Екінші, үшінші орынға деген мүмкіндік бар. Ал Аламан бәйгеге ат қосатын бапылар. Ал бір қошеметтек қояқ ағай, міне екінші орын, топ бәйгенің екінші орны келе жатыр. Қайда, қай жерде? Ал екінші орын келе жатыр ағай, екінші орын жақындасын, нөмірін көрейін әуелі. Жаңа байқамай басқа біреудің атын айтып қойып, нөмірін айтып қойып, шатасып кеттік, айқайға қаларымыз. Мәреден өтсін асықпайық. Нөмірі 5 дейді ағайын, бір қошеметтеп қолдау білдірекші. Құрманғазы ауданы. Екінші орын, Құрманғазы ауданы, екінші орыннан үміткер.
Ал төрешілер 3-ші орынды қадағалап отырамыз. Өткен шығып кеткен аттары көп. Бәрінен шығамыз, бәрінен. Ай бала, рахмет. 2-ші орын, 2-ші орын. 2-ші орын алды. Құтты болсын балам. Құрманғазы ауданы. Ал енді жаңа айтты ғой, мына курттан шығып кетсе, есептелмейді дедік төрешілердің келіп. Жүгенді алып өтуіңе болады, балам. Жүгенді алып өтсең, жүнден есептеледі, жүгенді. Атты жетектеп өтуге де мүмкіндігің бар. 3-ші орын. Мінгізбей-ақ, жетектеп шықшаш мінгізбей-ақ. Жүгер жетектеп жүгер екеуі. Екеуің де құрықтан шығып кеттіңдер ғой, екеуің де құрықтан шығып кеттіңдер. Айқашу керек осы жердегі, қошемет керек, қошемет керек. Қошемет керек ағайын, кәдеге қайысты. Мәре қайда, мәре. Өткіз. Нөмір 9. Енді қазір енді төрешілермен ақылдасамыз. Жалпы мына Аламанның аттары жарыс жолына шығады. Аламан бәйгесі 21 шақырымнан тұрады. Ендеше Индер ауданы Көктоғай ауылынан келген Камашев Тастанның елігіндегі Байторы қолдап жіберейік. Исатай ауданынан қатынасып отырған Нәбидуллаев Елчастың елігіндегі 69 нөмірдегі Адал атты тұлпар қолдау көрсетіп жіберейік. Нұрали Шабандозы бапкері Нәбидуллаев Елчас қолдау көрсетіп шапалағырып қиқулап отырамыз. Жеңістің елігіндегі Атырау қаласынан келген 78 нөмірдегі Қасқасудың негізгі иесі менің досым атбегі және комментатор Мирман Құрманалиевтің тұлпары. Төлеубай Ерланның елігіндегі Махамбет ауданы Бейбарыс ауылынан келіп тұрған 60 нөмірдегі Көкат Көкше қолдау көрсетіп отырайық. Исатай ауданы Тұщықұдық ауылынан келген бәйгінің алып болып жүрген алды болып бәйгі төменің бәйгісін қыздырып жүрген жерлесіміз Тұрлан Әдейдің елігіндегі 59 нөмірдегі Жүйрек. Хамитер Ғалиев ауылының тұлпары Бекбол Өтеніп құрдасымның тұлпары 64 нөмірдегі кеше ғана әдемі бәйгі көрсеткен Көкбөрі Жұмағалиев бапкері Альберт не аттап-тапты, ай Алла. Және Атырау қаласынан Қаниев Аянның елігіндегі 68 нөмірдегі 68 нөмір ме? 68 нөмірдегі Айша қайсы? Айшаны тірлей көрейін деп Еркін Атырау қаласы Еркін қаладан келіп тұрған Қазиқан Әсеттің елігіндегі 66 нөмірдегі Бардак атты да қойған екен атаңалы ұрған екен мадыз. Индер ауданы Өрліктен келіп тұрған талай бәйгелердің алдын бермеген Шонышев Олжастың елігіндегі 70 нөмірдегі Айғасқаға қолдау көрсетейік. Бұра Бардақтың бер жағында қатқан Айғасқаның ар жағында Бардак. Хамитер Ғалиев ауылынан келген Оқырып Нұрболдың елігіндегі 77 нөмірдегі Зымыран. Әй Зымырандай зулаш. Нәбидолла Береке өзінің ұлы шабатын бапкері Оқырып Нұрбол иесі. Құрманғазы ауданы Ақкөл ауылынан келген Жантұрған Қасымның елігіндегі 65 нөмірдегі Түйкош Торы. Ал Шабандозы Шәкәрім Тәжі бапкері Жанарыс Қайырболат. Бас жүлдесі 1,5 миллион теңге. Екінші орынға 1 миллион теңге. Үшінші орынға
700.000 tenge. Al attegiler takımın kısıp otur. Basayımız var. Balası atqa şapsa, atanası үйde oturup takımın kısat degen ağayın. Takımlarınızды kısıp oturыңыздар. Елдің аты, ауылдастың аты озғанша, ағайынның аты озғанша, ауылдастың пай olsun деген бар ана халқымызда. Шымын жандарыңызды чүбірекке түйіп, мынау үстіндегі чабандоздарға да дұғада болып отырайық, құрметті ағайын. Бұл аламан топтың алды болатын аттарға құйқылап отырайық, соңы болып қалған аттарға сәттілік тілеп отырайық. Ал кетті бәйге! Al ketdi, 10 at ketdi ағайын аламанға, 65. Шықыр, жігіттер. Al сәттілік. Al әлеміне дегенше аламанның бірінші кругі да аяқталуға жақындады, қадірлі ағайын, қадірлі қонақтар. Ал қиқыл салып отырайық, мынау енді музыканы қатты жібермеңдер, ат үркет деп шамандоздар қазір ескертіп кетіп жатыр. Ал бірді аяқтап екіге кетеді. Сіздердің айқайларың керек, қадірлі ағайын, сіздердің шабыттарың керек, қошеметтерің керек. Қане, кім келе жатыр екен? Ал барлы айқай! Әзірге тфа аттардың басын тартып келе жатыр, жігіттерде кішкене. Міне бәрекелді. 20, 65, 71, 59, 66. Бірінші мәріден өткен 65 Құрбанғазыдан келіп отыр. Құрбанғазы ауданынан, Ақкөл елді мекенінен Жантұрған Қасымның аты. Бар, мүмкіндік бар жігіттер, әлі мүмкіндік бар, әлі алдарыңызда 6 айналым бар. Одан сұлу озат салыстырсын, жүйрік озат жартырса деп деген айтылмаған. Жігіттер мүмкіндікті артып отырыңыздар. Бапкер мен шабандоздың арасында байланысын мынандай жерде жіберіп отыр. Ал аламанның аттары келе жатыр ағайын. Ал екіні аяқтап үшке келеді, қадірлі ағайын. Екіні аяқтап, шабандоздар, екіні аяқтап үшке кеттіңдер, үшке. 7 айналым екіні аяқтап үшке кеттіңдер. Тфа, пока 65 әзірге 71 мен. 59-69. Ал бір әт шығып қалды деген хабар келіп жатыр қазір. Екіні аяқтап үшке кеттің балам, екіні аяқтап үшке кеттің. Әлі 4 айналымың бар. Аттың сыры үстіндегі шамандозға мәлім. Бұл кісілер тізгінді тартып келе жатыр. Үшке кеттіңдер, жігіттер, үшке кеттіңдер. Екіні аяқтап үшке кеттіңдер. Мынау төрімшілер хабарын беріп отырмдар, шатасып кетіп отырмыз бұл жерден.
Үшті аяқтап төртке кетеді ағайын, қадірлі ағайын. Ал қошеметтеп қиқы болайық. Төртке келе жатыр қадірлі ағайын. Үшті аяқтап төртке кетесіңдер жігіттер. Алпыс бес пен 71. Үшті аяқтап төртке кеттіңдер жігіттер. 60 қазір. 69. Үшінші айналым төртке кетті. Бірінші 65 нөмірлі Құрманғазы ауданынан келген қонақтарымыз әзірге алдын бастап бара жатыр. Екінші өткен мәреден нөмірі 71-ші ат. Индер ауданынан келіп отқан Айқасқа аттатымыз. Исатай аудан нарынан келіп отырған. Әзірге тек 3 атты айтып отырмыз, 3 атты. Мәреден өткен 459 кетті. Ал 4-ке кет, 3-ті аяқтап 4-ке кетіп бара жатқандар. Қошемет білдірейік, қиқулап отырайық ағайын. Қандай да 60, 64, 60 және 78. Төртке кеттіңдер. Көкбөрі 64. Бекбол Утенов тағат екен. 77-ге бір қошеметтеп қол соғып қояйық. Бүгін бұйырмаса 80 жылдықта бұйырмаса 85 жылдықта бұйырып қалар. Бір қошемет білдірейік. Жарысқа қатысқанның өзі үлкен жиынтағайды. Аяқтап 5-ке кетеді, 4 аяқтап 5-ке жігіттер. Ал қонақтар қиқулайық, қошеметтейік. Сіздердің шапалақтарыңыз керек. Әдейі мына музыканы жайлатып қойып отырмыз, адыр көттеп. Жігіттер 4 аяқтап 5-ке кеттіңдер. 65, 71 жаңағы. 65, 70. Так, 69. Жаңада айтып кетіп едік, қадірлі ағайын, қадірлі қонақтар, жалпы Құрманғазы ауданының халқының атқа деген көңілі ерекше. 5-ші айналымға дейін мәрені бірінші кесті. Қошеметтек шағайын, қошеметтек, тамаша 64, 4 аяқтап 5-ке кеттің, 4 аяқтап. Ай, жігіті мүмкіндігің бар, әлі мүмкіндік бар. Жетпіс 8 ғой, ә? Ал 5 аяқтап 6-ға кетеді, 5 аяқтап 6-ға кетеді. Ал бір қиқу бар ма, қошемет бар ма, қадірлі ағайын? Ой, міне сіз. Тфа деп қояқ, міне үзеңгі қағыстырып. 71-лік қонақтарымыз 69 келе жатыр. Ал 5 аяқтап 6-ға кетті, ғып қарашы. Жалығы бар айқайға. Елебесі қозып тұратын аттар болады, міне. Ей! Шап, жігітім, шап! Мүмкіндігің бар, 6-ға кеттің, 6-ға.
Ал енді бұл 6-ға кетіп баратқан ат енді. Бұл соңғы айналымға кететін бәт күресшілер. Соңғы айналымға. Ал соңғы айналымға кетеді. Bir қошемет деп қояйық. 69 соңғы айналымға кетеді. Соңғы айналым. Онат қатысты соңғы айналымға 4 ат кетті. Егер 64 болса заң қойып келеді заңды. Алтын аяқтап соңғы айналым 7-ге кететін болады. Ал қошемет білдірейік ағай, мүмкіндік бар. Шансың бар деп айтады бұндайды, шансың бар. Алпыстор соңғы айналымға кетті, мүмкіндігің бар әлде де. Соңғы айналымға кетті, мүмкіндігің бар. Атыңның күшіне қарап, алдыңда 4 ат кетті. Ал заңда соңғы бәйгеге мәреге жақындап қалды ағайын. Тұяғы жерге ұрылып, құлағы терге шомылып, жел жетпейтін жүйріктер келе жатыр бұрылып, қалмас екен ағыдай тұлпарлар тұяқтан сүрініп, үстіндегі шабандоз қалмас екен жығылып, ал ендеше құйқой сал, мәредегі бас бәйге, 65-ке тұр бұйырып, Жан Тұрғанды Құрманғазы ауданы. Әрине, Шабандоздың еңбегі Шәкәрім Шабандоз, Шәкәрім бабамызды бір құттықтап қояйық ағайын. Ал жолдан шығақ, жігіттер жолдан шығақ, үркітпей ғана, ат үркітпейші жігіттер. Бұлай екінші орын, миллион бұйрым жады, миллион Алла қаласа. Нөмірі 71. Индер. Шонышып Олжас. Атақты Әбине Тұлпардың сіңлісі дейді, бір қошеметтейік шағайын. Ай, байтал шауып бәйге алмас дегенмен бәйгені алып жатырмыз, ие болып жатырмыз ағайын. Бұндай енді қазақ қарашыл дейді, қарашыл. Халықтың ықыласына бөленгенді жақсы көреді. Халықтың айқай шуын жақсы көреді. Халықтың қошеметін жақсы көреді. Қайтсын, артына да қарақ қояды. Менің артымда ештеңе көрінбейді ғой, менікі қой деп тұрады, қайтсын. 700 мың теңге ақша, 3-ші орынға. Ал 69. Нарын ауылынан келіп отырған. Исатай ауданы. Нарын ай бір қошеметтей, қошемет, фәт. Үштің өзі күш деп атыр, рахмет. Нұралы Шабандозымызға қошеметтеп қояқ. Шабандоздың еңбегі, Шабандоздың арқасы осының бәрі. Бұл полкын ауыстырып жүрген осы бала ма? Тайға да, құнанға да, топпайға да, аламанға да бір Шабандоз қосылды жаңа. Сол Шабандозға мыңда бір рахмет айтайық. Ал осымен қадірлі ағайын, аламан бәйге аяқталды. Марапаттау рәсімі болады қазір. Бүгінгі ат спорты түрі бойынша тай жарысы, құнан жарысы, топ бәйге және аламан бәйге өткен болатын. Тай жарысының жеңімпаздарын марапаттау үшін сахнаға Аслан Тұрғанын шақырамыз. Исатай ауданының прокуроры Аслан Тұрғанға. Тай жарысының жеңімпаздарымен жүлдеген тай жарысының 3-ші орын иегері Зейнолла Мәлік, Исатай ауданы 100 мың теңге байлап. Сұрпазын сахна төріне шақырайық. Ботагөз атыменен Башпанов Болатбек, Құрманғазы ауданы. Көршілес Құрманғазы ауданынан келіп, жеңістің 80 жылдығына орай өткен ат бәйгесінде тай жарысынан 2-ші орын жүлдесін жеңіп алған қонағымызға қошемет болсын ағайын. Башпанов Болатбек. Байлығы 200 мың теңге.
жеңістің 80 жылдығына орай ұйымдастырылған Исатай ауданы әкімдігінің қолдауымен өткен тай жарысында бірінші орынды иеленген Қасқалдақ атты ат иесі Дәуішев Асқат Құрманғазы ауданы марапатталады. Дәуішев Асқат ат бәйгесін қыздырып, жүлделі тай жарысына бірінші орын алған Дәуішев Асқат және жүлде қоры 300 мың теңге. Аудандық мәслихаттың төрағасы Рахмет Аманжолға табыс етіледі. Бар ма екен? Аманжол Ижатұлы бүгінгі ат бәйгесінің құрған жарысын марапаттайтын болады. Үшінші орын иегері Бөдене атыменен Әжғалиев Роман Құрманғазы ауданы марапатталады. Міне тағы да көршілес ауданымыздан келіп ат қосап жүлдеден көрініп жатқан қонақтарымызға қошемет болсын. Құлан жарыс үшінші орын 300 мың теңге. Есінен сурет кетсеңіз. Құлан жарысынан екінші орын Белла лақабатымен танылған атымыз Нәбидолла Елжастың аты. Екінші орын иегері Нәбидолла Елжас. Есіне сурет кетсеңіз, арнайы ұйымдастырушы атынан кубок сертификат табыс етілуде. Қадырлағайын, Құлан жарысы бойынша өздеріңіз куә болдыңыздар. Бірінші орын иегері болып Оқжетпес аты Ақнозин Жанболат Құрманғазы ауданы жеңіп алды. Бірінші орын иегері бәрекелді. Құлан жарысы бойынша Құрманғазы ауданы көршілес ауданның ат бәйгелері, шабандоздары бірінші орын иегері атанып 500 мың теңгелік сертификатпен марапатталды. Міне аты Құлан жарысынан бірінші орын болып келген, алдына жан салмай келген шабандозымыз осы. Қошемет болсын. 3 Құлан жарысы бойынша жеңімпаздарымыз алып, тиісінше 300 мың, 400 мың, 500 мың сертификаттармен марапатталды. Марапаттарымыз құтты болсын, жеңістеріміз құтты болды деп жаңа ескерткен болатынбыз. Үшінші түрі әрине бұл топ бәйге. Топ бәйге жеңімпаздар мен жүлдегерлерін марапаттау құрметі облыстық мәслихаттың депутаты Қайырденов Нұрланға табыс етіледі. Тапсырылады. Сахна төріне шығуын өтінеміз. Топ бәйге бойынша үшінші орын иегері болып Айтөбел атыменен Қойшиев Нұрлыбек жеңімпаз атанды. Үшінші орын иегері Тұшығының ауылы. Және топ бәйгенің үшінші орын жүлдесі 500 мың теңге. Жерлесіміз жергілікті жердің шабандоздары міне топ бәйгеден үшінші орын иегері атанып отыр. Қойшиев Нұрлыбек қошемет болсын. 500 мың теңгелік сертификат табыс етілуде. Екінші орын иегері болып топ бәйгеден Найзағай лақабатымен танылған Мәне сызған екінші болып кескен Сұлтанов Қуандықтың аты. Сұлтанов Қуандық Құрманғазы ауданы екінші орын иегері. Топ бәйгеден және жүлдесі 800 мың теңге қайын. 800 мың теңгелік сертификат және екінші орын жүлдесі кубогы табыс етілуде.
Құрманғазы ауданы Сұлтанов қуанды. Қошемет болсын. Қадірлі ағайын, бүгінгі ұлы жеңістің 80 жылдығына орай өткен топ бәйге жарысында алдына жан салмай бірінші болып келген секрет атымен танылған Аманжол Айбек Құрманғазы ауданы марапатталды. Және 1 миллион теңге жүлдесі бар ағайын. Сертификат табыс етіледі. Құрманғазылық қонақтарымызға тағы да құтты болсын дейміз ағайын. Естелік суретке түсеміз. Жерлесіміз аудандық мәслихаттың депутаты Нұрлан Саматұлы Қайырденов мырзамен бірге бірінші орын иегерлері суретке түсуде. Топ бәйгенің жеңімпаздары Құрманғазы ауданы шабандоздары марапат құтты болсын. Осы бүгінгі ат бәйгесінің ең тартысты болған бәйге түрі аламан бәйге. Оңай болса аудандық соттың төрағасы Мирлан Рахметолла ұлын сахна аламанды марапаттауға және аудандық қоғамдық кеңес төрағасы аудан әкімі осы бүгінгі бәйгені ұйымдастырушы Мусин Бекежанын сахна төріне шақырамыз. Соңына орай Исатай ауданы әкімдігі мен Атырау облысы бәйге федерациясы ұйымдастыруымен өткен ат бәйгесінде аламан бәйгеде жүлделі 3-ші орынды жеңіп алған адал атыменен Нәбидоллаев Елжас Исатай ауданы шабандоз марапатталады. Біріңіз кубок, біріңіз медаль, біріңіз сертификат табыс етіледі. Екінші болып, мәнесі заңсызған Айғасқа аты. Аламан бәйгенің екінші орын иегері Шонсы Молжас Индер ауданы Өрлік ауылынан келіп, үшінші орын иегері сахнада қаламыз. Қошемет болсын. Тұлау Индер ауданынан келіп, ат қосып аламан бәйгеде екінші орынды иеленіп отыр. Аламан бәйгеде бірінші орында жеңіп алған Тикоштор аты есі Жантылған Қасым. Қошемет болса ағайын. 1 миллион жарым сертификат қаржылай ақшасы бар. Және 65-ші нөмірменен от бойы осып келіп барлыққа аудан әкімі өз қолымен кубок және сертификат табыс етуде. 1 миллион жарым қаржылай сыйлығы Құрманғазы ауданы қонақтарымызбен барлық бәйге түріне қатысып жеңімпаздар аталып жатыр. $10,000 теңге өтелімбек қолға табыс етіледі. Бүгінгі аламан бәйгеде 4-ші келген жерлесіміз. Естен суретке түсеміз. Міне бүгінгі аламан бәйгенің алдын бермей, бірінші, екінші, үшінші, төртінші орын алып келген шабандоздар